Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы 7-ші сынып. Сабағымыздың тақырыбы Қасым Қайсенов жау тылындағы бала. Бізге берілген оқу мақсаты әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау, әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау. Сабақ соңында күтілетін нәтиже: әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдайды, әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдайды. Алдымен Қасым Қайсенов туралы мағлұматтар біліп алсақ. Қасым Қайсенов 1918 жылы 23 сәуірде Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданында дүниеге келген. Қазақстанның халық қаһарманы, халықаралық Фадеев атындағы сыйлықтың лауреаты, көрнекті жазушы, Ұлы Отан соғысының ержүрек батыры, әйгілі партизан, көзі тірісінде аты аңызға айналған халқымыздың қайталанбас бір туар даңқты перзенті. Қасым Қайсеновтың өмір баяны: 1934 жылы мектеп бітіргеннен кейін Өскемен қаласындағы саяси ағарту техникумына түсіп, 1938 жылы оны бітірген. Павлодар облыстық оқу бөлімінің саяси ағарту жөніндегі нұсқаушысы болып қызмет атқарып жүргенде әскер қатарына шақырылып, әскери барлау мектебіне жіберіледі. 1941 жылы қараша айында осы мектепті бітірген бойда оңтүстік батыс майданының штабына жөнелтіліп, сол жерде арнайы тапсырма алып, Украинаның басқыншылар қолында қалған жерінде партизан отрядын құру үшін жау тылына түсіріледі. Ол жерде Қайсенов Шапаев атындағы партизан құрамасының 3-ші отрядын басқарады. Одан кейінгі кездерде 1944 жылдың аяғына дейін Молдавия, Чехословакия, Румыния жерінде партизан қозғалыстарына қатысады. Отряд командирі болып жүріп, жау тылында жүздеген жорықты басынан өткереді. Соғыс аяқталған соң отанына, Қазақстанға оралып, Қазақ КСР жоғары кеңесінің президиумы ақпаратында жауапты қызметте болады. Жамбыл облысының Жуалы, Свердлов аудандарында атқару комитеті төрағаларының орынбасары ретінде соғыстан кейінгі ауыл шаруашылығын қалпына келтіру науқанына белсене араласады. 1951-1954 жылдары Қазақстан Компартиясы орталық комитеті жанындағы 2 жылдық партия мектебінің аудармашылар бөлімінде оқиды. 1953-1972 жылдар аралығында жазушы баспасы директорының орынбасары, Қазақстан жазушылар одағы көркем әдебиетті насихаттау бюросы директоры, Қайнар баспасы директорының орынбасары болып қызмет істейді. Қасым Қайсеновтың шығармашылығы: Қайсенов Ұлы Отан соғысының қиын қыстау кезеңін, жауынгерлердің жанқиярлық ерлігін шынайы суреттеген, оқушы жұртшылыққа кеңінен мәлім көптеген шығармалардың авторы. 1954 жылы орыс тілінде «Жас партизандар» атты алғашқы кітабы жарық көрді. Одан кейінгі кезеңдерде Илько Витряк, Ажал аузынан, Жау тылындағы бала, Днепрде, Жау тылында, партизан соқпақтары, тағы басқа әңгіме, очерк, повесть жинақтары оқырман қолына тиді. Бұл шығармалары орыс, украин, басқа да көптеген тілдерге аударылған. Кейінгі кездері Елімнің ертеңіне сенемін, естеліктер мен жазбалар, тағы да басқа кітаптары жарық көрді. Қасым Қайсеновтың марапаттары: Богдан Хмельский, Отан соғысы, Чехословакия партизандары, Украинаның заслуга ордендермен, Кеңес одағының көптеген орден-медальдармен марапатталған. Қазақстан жазушылар одағының Бауыржан Момышұлы атындағы әдеби сыйлығының лауреаты. Қазақстанның халық қаһарманы. Бауыржан Момышұлының «Жау тылындағы бала» повесі. «Жау тылындағы бала» Қасым Қайсеновтың 1961 жылы жазған повесі. Повесте автор Ұлы Отан соғысы кезінде жау тылындағы партизандардың басқыншыларға қарсы жасаған зор ерліктерін үлкен тебіреніспен суреттеп жазған. Бұл повесте сұрапыл Ұлы Отан соғысы кезінде Украина жерінде 10 жасар қазақ баласының партизандар қолында қалған қиын өмір соқпағы суреттеледі. Ол майор Мергенбаевтың ұлы, атасының қолында ауылда оқып, жазға каникулдағы қаладағы әке-шешесіне келеді. Көп ұзамай соғыс басталады. 10 жасар Серікті Жамал жетектеп эшелонмен ауылға кетпек болады.
Жау бомбалап эшелон қирайды. Жамал жау оғынан қаза табады. Серік комиссар Савченконың әйелі Анна Ивановнаның оның баласы Бористің қасында қалады. Анна Ивановна 2 баланы алып, туған жері Венеция облысы Самогородск ауданы Зазулин селосында тұратын әкесі Иванға қиындықпен әрең жетеді. Сатқын құрбысы Тамара комендантқа бұларды ұстап бергісі келеді. Астыртын ұйым басшысы Алейниктің байланысшысы Алексей жасырын үй тауып беріп көмек көрсетеді. Жанкештілікпен отан үшін алысқан партизандар сәулетті қала мен күл болған селоны немістер тірідей көмген әке-шеше, іні қарындасты көрді. Бостандық үшін, болашақ бақыт үшін аянбай алысты. Жандармдармен ерлікпен қорғаған ауыл тұрғындарына Қызыл армия көмекке келеді. Повесть соңында майор Жомарт Мергенбаев ұлы Серікпен аман-есен кездеседі. Бізге берілген кері байланыс тапсырмасы әдеби талдау эссе жазыңыз. Эссе тақырыбы Қасым Қайсеновтың жау тылындағы повестіндегі құндылықтарды гуманистік тұрғыдан талдап жазыңыз. Сөз саны 60-70. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.